Сәлем достар, сіздермен бірге Үміт Амангелді. Бүгінгі біздің мәзірде барлық самсақанымызда жасалатын, осылай қытырлап тұратын өте керемет самсаны бірге жасауды ұсынамын. Әдеттегідей видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі жіберуге болмайтын арасында көп жайттар бар. Сондықтан мен асықпай ақырын түсіндіретін болам. Видеоны соңына дейін қарап, бағаларыңызды беріп, подписка жасай кетіңіздер. Ол үшін бізге салқын суымызға бір шай қасық тұзымызды қосып, рецепте берілген ұнымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады, одан қорықпау керек. Және де иленген қамырымызды целлофанға салып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Тынған нанымызды 3 бөлікке, бірдей бөлікке бөліп, тағы да 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Достар, каналда бұдан да басқа өте дәмді, қызықты рецепттер көп, сондықтан каналға жазылып, видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды баса отырыңыздар. Мен бүгін салмасына көкөністен қосамын. Көкөніс салмасы болады, және асқабақ болғандықтан оған бір ас қасық қант, бір шай қасық тұз қосып, татымынша бұрыс қосып, салмасын жақсылап дайындап алдым. Достар, мен бұл жолы сары май емес, маргарин қостым. Егер сары май қоссаңыз, бұл этапты жіберсеңіз болады, яғни қайнатпай қойсаңыз болады, жай ғана ерітіп қамырымызға жаға берсек болады. Ал мен маргарин қосқандықтан суы бөлек шығу үшін жақсылап қайнатып алдым. Сосын қамырларымды кезек-кезек ұн себе отырып, сағат тілімен шамамен 1 мм қалыңдықта, 1 немесе 2 мм қалыңдықта жайып алдым, сағат тілімен домалақ етіп. Және де кезек-кезегімен осылай орап қоям, кезегін күткенше. Сөйтіп екінші, үшінші қамырымды жаямын. Қамырым жайылғанша маргаринім кішкене салқындады, және оны бетіндегі сары майын ғана ала отырып, қамырымның үстіне осылай жағып аламын. Және жіберіп алмайтын сәтті, достар, әр жаққан майыңыз кішкене қатқанын күтіңіздер. Содан кейін барып келесі қамырды бетіне салыңыздар. Егер бірден қамырымызды қоятын болсақ, онда бізді май сіңіріп алады да, біздің қабаттарымыз ондай қытырлақ болып шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан әр қабатқа май жаққан кезде кішкене тосып, майымыздың беті кішкене қатқанын күту қажет. Бұл самса жасаудағы өзбек ұлтының құпиясы. Және осылай әр қабатқа жағып аладық, жақсылап. Міне көріп тұрғандарыңыздай, майымыз кішкене қатты. Енді міне көрдіңіз бе, маргариніміз осылай суы бөлек шығады, оның суын қолданбаймыз. Егер ол қолданса, қамырымыз піскен кезде езіліп, қытырлақ болмай қалады. Мен маргаринді сол үшін қайнатуға ұсынамын. Және оқтауға осылай орап алдым да, екіге бөліп, барлығын видеодағыдай кесіп алдым. Достар, тағы бір жайт, осыны екіге бөліп алған соң, дәл осы күйінде де қолдана берсеңіздер болады. Қытырлақ, қабаттары өте көп, тура самсаханадағыдай болып шығады. Мен әдемілігі үшін және тағы да қатпарлығы көбірек болу үшін, мен осы видеодағыдай жаңағы полоскаларға бөліп алып, осылай әрқайсысын бетіне тізіп шықтым. Бұны істесеңіздер де болады, істемесеңіздер де болады. Бұл әрі әдемі болады, әрі қабаттары өте көп болады. Көп жағдайда бізде самсаханаларда дәл осылай дайындайды. Және де дайындап алған қамырларымызды тоңазытқышқа бір 5 минутқа, 10 минутқа салып алдым. Ол арасындағы майымыздың одан да қатып, қамырларымыздың қатпаршақтығы одан да қатты қытырлап тұру үшін жасалады. Және де оқтаумен алып, егер мынау сіз үшін үлкен болса, мен екіге бөліп дастарханға салатындай 3 бұрышта жасауға болады, немесе жай өзіңіздің отбасыңызға жеуге үлкен самса болып шығады. Мен екі түрінде көрсеттім. Кішкентай 3 бұрыш дастарханға да арнап жасадым, және өзіміздің отбасымызға үлкен түрінде жасадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
салмасына әртүрлі ет, тауық немесе сыр мен басқа да салмалар жасауға болады. Және бір жұмыртқамызды жарып алып, бетіне жағып, күнжіт қосып, 200 градуста 30-35 минутқа немесе піскенше, қызарғанша пісіріп аласыздар. Өте керемет қытырлап дәмді болып шығады. Самсаханалардан да дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Мен осы рецепті тауыпқаныма өте қатты қуаныштымын. Самсаны тек осы рецептпен жасап жүрмін. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Үлкен рахмет назарларыңызға. Каналға жазылып, лайк батырмасын басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.